Екінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Ақпаратты ұсыну бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Орындау уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма. Берілген суретке қарап, ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтаңыз. Бірінші бағанда мысал келтірілген, және екінші, үшінші бағанда осының қайсысы ақпарат беруші, қайсысы ақпарат қабылдаушы екенін анықтауымыз қажет. Бірінші суретте көріп тұрғаныңыздай, бағдаршамның алдында қыз бала тұр, және ол жолды өтейін деп тұр. Яғни бұл жерде ақпарат беруші бағдаршам, яғни нысан, ал ақпаратты қабылдаушы ол адам. Яғни адам өзінің көру мүшесі арқылы ақпаратты қабылдап тұр. Екінші мысал. Екінші мысалда екі бала кітап оқып отыр. Яғни бұл жерде ақпарат беруші ол кітап, ал ақпарат қабылдаушы бұл балалар. Бұл жерде де жасанды ақпарат беруші, яғни біз білеміз, жалпы ақпарат екіге бөлінеді, табиғи ақпарат берушілер, табиғи және жасанды. Адамның қолымен жасалғанның барлығы ол жасандыға жатады. Яғни бұл жерде де нысан адам қатынасы, және бұл жерде адам көру мүмкіншілігінің арқасында ақпаратты алып отыр. Екінші тапсырма. Берілген сызба арқылы ақпарат беруші мен қабылдаушыға мысал келтіріңіз. Яғни кесте берілген бірінші бағанда қатынастар, яғни ақпарат беруші, ақпарат қабылдаушы қатынасы, және екінші бағанда мысал келтірілген. Көріп тұрғаныңыздай, бірінші қатынас ол адам-адам қатынасы. Бұған мысал ретінде Асхат пен Рахат телефонмен сөйлесті деп келтірілген. Енді келесі адам және нысан қатынасы, яғни ақпарат беруші адам, ақпарат қабылдаушы нысан. Бұған қандай мысал келтіреміз? Мысалға, Аслан джойстик арқылы ойынды басқарды, яғни құрылғыны басқарып отыр. Бұл адам ол ақпаратты беріп тұр, и нысан оны орындап тұр. Келесі қадам бұл нысан адам қатынасы, яғни бұл жерде нысан ақпарат беруші рөлінде, ақпарат қабылдаушы рөлінде адам болады. Мысал келтіретін болсақ, әжей теледидардан жаңалық көріп отыр. Яғни не істеп тұр? Нысан ақпаратты беріп тұр, яғни жаңалықтар болып жатыр. Ал әжей оны көру арқылы ақпаратты қабылдап отыр. Үшінші тапсырма. Берілген іс-әрекет ақпарат берушіге немесе қабылдаушыға қатысты айтылғанын анықтаңыз. Жалауша белгішін қойыңыз дейді. Яғни бірінші бағанда іс-әрекеттер берілген, екінші бағанда ақпарат беруші, және үшінші бағанда ақпарат қабылдаушы. Бізде тыңдалды және айтты іс-әрекеттері берілген, және олардың жауаптары жазылған. Яғни тыңдады ол ақпарат қабылдаушы тыңдайды, ал айтты деген ол ақпарат берушінің іс-әрекетіне жатады. Келесіде дәмін татты және көрсетті деген екі іс-әрекеттер, осыны кім жасайтынын анықтауымыз қажет. Дәмін татты, яғни бұны ақпарат қабылдаушы. Ол бір нәрсенің дәмін тату арқылы өзіне жаңағы дәмді ма, тағы сол сияқты деген ақпаратты қабылдады. Көрсетті, бұл ақпарат берушінің іс-әрекеті. Мысалға, біз үйімізді сатып жатсақ, сол туралы ақпаратты көрсетеміз, немесе бір сайттағы ақпаратты көрсетеміз деген сияқты. Осылай ақпарат берушінің іс-әрекетіне жататынын анықтады. Төртінші тапсырма. Ақпарат түрлері мен оны қабылдау әдістері арасында сәйкестікті орнатыңыз. Яғни бұл жерде бейне суреттер берілген, сол бойынша әрқайсына сәйкестендіруіміз қажет. Яғни иіс сезуде бізде иіс сезу ол роза гүліне бағытталып тұр. Яғни бірінші бізде иіс сезу анықталып тұр. Ол роза гүлін иіскеу арқылы иісін сезеді. Келесі тапсырма бұл көру. Яғни көру қай бейне суретке сәйкес. Мысалға, бағдаршам берілген. Адам ақпаратты алған кезде бағдаршамға қарап, соның қандай түсі жанғанына байланысты жүру керек па, жүрмеу керек па деген ақпаратты алады. Яғни бұл көруге жатады. Келесі қадам, бұл жерде біз көріп тұрғанымызда есту деп жазылған. Бұған қай бейне сурет сәйкес келеді? Яғни бұған музыкалық инструмент сәйкес келеді, өйткені біз музыкалық инструментті тыңдау арқылы, есту арқылы ақпаратты ала аламыз. Келесі дәм сезу дейді. Дәм сезу сәйкесінше балмұздаққа келеді, яғни біз балмұздақты жеу арқылы оның дәмін сезе аламыз. Сипап сезу бұл аққалаға сәйкес келеді.
Бесінші тапсырма. Келесі суреттен байланыс арналарының бір жақты немесе екі жақты екенін анықтаңыз. Екі бағанда, бірінші бағанда мысал берілген, байланыс арнасын анықтайтын екінші бағанда орын берілген. Осы жерде жазу қажет. Бірінші суретте, яғни мысалда біз көріп тұрғанымыздай, адам газет оқып отыр. Бұл жерде байланыс арнасы бір жақты байланысқа жатады. Өйткені адам ақпаратты нысаннан алып отыр, бірақ ақпаратты нысанға бере алмайды. Екіншіде, бұл жерде мысалда сурет берілген. Суретте екі адам бір-біріне қарап сөйлесіп тұрғаны көрініп тұр. Бұл жерде байланыс арнасы екі жақты байланысқа жатады. Өйткені мысалы бір адам сөйлеп бір ақпарат берсе, екінші адам да өзі ақпарат бере алады.